Саламатсыздар ма балалар? Қайырлы күн балалар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін балалар бізде өзін ұстану пәні, біздер сіздермен бірге, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Олай болса балалар, бүгін сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз сабақты бастамас бұрын үнемі айтып едік қой, біз 5 Т ережесін есімізде бар ма? Ал айтайықшы, олай болса ауызын Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды әдемі тәртібімізбен, әдемі білімімізбен және де талапты, тәртіпті болып сабағымызды істейміз балалар. Бастаймыз. Жарайсыздар. Келмек. Олай болса балалар, қазір мен сіздерді баршаңызды ортаға шақырамын. Жайлап келе қойыңыздар. Бірінші топ сіздер келе қойыңыздар. Бірінші келе қойыңыздар. Так, жайлап тез-тез келе қоямыз. Келе қойыңыз түгел. Келе қойыңыз түгел барлық шақырайық ортаға. Келе қоямыз тез-тез барлығымызды келе қояйық. Тез-тез келе қояйық. Тез-тез. Жарайсыздар. Келе қойыңыздар түп-түгел. Так, енді балалар тез-тез мына жерден тұра қойыңыздар. Тез ала қойыңыз. Тез-тез жүрін ала қойыңыз. Так, гүлдікі, бидайдікі. Так, егерде гүлді алғандарыңыз бірінші топқа, бидайды алғандар бірінші топқа бара қойыңыздар. Так, екінші топта гүлді алғандарыңыз екінші топқа бара отырайыңыздар. Султақтарын алып отыра қойыңыз тездетіп. Үшінші топқа судан ала қойыңыздар тездетіп. Су үшінші топқа барасыздар. Тездетіп тапқанға тез барамыз балалар. Ала қойыңыздар. Тездетіп, уақытыңыз үнемдей қояйық балалар. Балалар ұйықламайды ғой. Енді таңыз алып бара қояйық. Олай болса біздер 3 топқа бөліндік. Біз жақсылықты жалғасын табады деген бұл сіздерге біздің бүгінгі керемет өткен сабақтардан шолу жасап отырмыз. Олай болса балалар біздер бір топқа бидай суреті, бидай. Біз бидай не үшін қажет деп ойлайсыздар? Бидай не үшін қажет бізге? Бұдан не аламыз біздер? ұн аламыз, нан аламыз біз күнделікті. Жарайды жақсы. Ал тіршілік көзі не балалар? Су адамға қажет па? Қажет, жарайсыздар. Келесі біздерде, үшінші топта бізде 8 наурыз мерекесі келеді. Сол уақытта біз не сыйлаймыз балалар? Анамызға гүл сыйлаймыз, жарайсыздар. Керемет, олай болса бүгін шапалақтап мақтап жіберейік. 1, 2, жарайсыздар, керемет. Олай болса, енді балалар келесі сыраға кеттік. Олай болса балалар, біздер айттық. Енді балалар, біз үй тапсырмасы бердік. Үйге қандай тапсырма бермек сіздерге? Қандай? Осы шығар, айта ғой. Патшаның қызы тақырып қалай? Патшаның қызы көңіл бақытсыз. Патшаның қызы неге бақытсыз отыра қойыңыз? Олай болса балалар, патшаның қызы неге бақытсыз екен? Маған кім тездетіп айтайықшы, патшаның неше қызы бар екен? 2 қызы. Патшаның қыздары қандай? Айта отырған ғой? Айтшы деген маған. Біреуі жақсылық тілейді, біреуі жамандық тілейді. Себебі оның үйіне кім келеді? Патшаның үйіне кім келеді? Саяхатшы келеді. Саяхатшынаға патша не дейді? Айта ғой? Айтшы кім айтады? Айта ғой? Айтшы. Көмектесейін дейді. Сосын айта кет. Сосын саяхатшыны ал дейді. Патшаны ал дейді. Патша жарайды деп лекция қояды. Түнде оба дәптерге салып, жасырының астына жасырып қояды. Саяхатшы үлкен қызынан қараса, ол жамандық тілі жазды. Ал кіші қызы жақсылық тілі жазды. Екеуінің дәптерлерін ауыстырып, келесі күнде екеуі де жақсы болды. Дәптерін ауыстырып қояды. Кім ауыстырып қойған? Саяхатшы. Ал жақсы, ол да не істеп сол аяқ ауыстырып қойғаннан кейін? Ертесі күні күйеу айта ғой, айранның? Үлкен қызы, оны шақырмайды. Осыдан кейін оны есіне түсіріп, дұрыс. қуанады. Сосын өзің жазған бұл дәптерді ашса ішінде не жазған екен? Жақсылықтар жазған екен. Сосын бұл себеп күліп, әдемі болып кетеді. Сол кезде патшаны алды, саяхатшыға дауыстан алып айтады. Менің қызымды қалай істеді дейді. Күлдірдің дейді. Менің қызымды қалай көрдің дейді. Отыра ғой, тағынан ал дейді сол кезде патша. Өйткені саяхатшыны ал дейді. Өйткені айта ғой, тағынан айта ғой. Өйткені айнат сияқты сіздің қызыңыз. Үнемі қандай жаман нәрсені жазады екен әдетсіздікті, жарайсың. Оның жақсы. Керемет. Өйткені біз Данияның айтқаны
балалар өмір не сияқтıydı? Айна. Балалар біз айнаны білеміз, айнадан кімді көреміз? Өзімізді көреміз. Өйткені әр адам өзін жақсы көрсе, айнада бізге адамның бейнесі айна сияқты екен. Жарайсыздар. Керемет. Олай болса, қол шапалақтан беріп өзіміздің әдемі. Болды. Келесі кеттік балалар. Балалар, олай болса, біз жаңа тақырыпқа түсеміз. Әсемдік әлемі дәптерімізді түгел аша қойып, бүгінгі күннің жартысын жаза қойыңыздар. Мамырдың 13-і деп жазамыз. Тақырып дәптерімізді аша қойып түгел. Тақырып әсемдік әлемінде. Түгел жаза қойып, әсемдік әлемінде деген таралды екенсіз. Әлемінде. Әсемдік әлемінде. Содан кейін балалар, бізде дәйек сөз бар. Позитивті мәлімдемелер дейміз қазіргі таңда. Сол дәйек сөзді тақтаңыздан сіздер әдемі түрде жаза қойыңыздар. Дәйек сөз, ешкілді дәйек сөз жаза қойыңыздар. Анасы қандай айтамыз жүрміз. Дүниені түзеткім келсе, әуелі өзін түзел деген бар екен. Әуелі өзін түзел. Әдемет дәйек сөз дәптерін жаза қойып, тезірек апайламаймыз, тыртышы жаза қоямыз болды. Астын жаза бересіз. Жаза қой. Мен екістім маған. Жақсы, бірінші жазып бере ғой, иә. Тезірек жаза ғой, бірінші. Жаза ғой, тез жаза ғой. Тез. Жақсы, келесін жазамыз жақсы. Аламын. Жазамыз тезірек жазалайық. Болдық па? Сен де берейін. Болды. Жарайсыңдар. Керемет. Екінші топтың балдары, үшінші топтың балдары керемет орындап отыр тапсырманы. Жарайсыздар. Керемет жазыпсыздар. Олай қалай. Жарайды, болдық көңімізді. Жақсы. Болмағандарымыз қазір соңына қарай жазып жатсыңдар. Көп болған олай болса балалар. Бүгін біздің жаңа тақырыбымыз әсемдік әлемінде деген тақырыбымыз. Түгел тақтаға бір сәт көңілдігін бөле қойыңыздар. Оқушылар, бұндағы негізгі мақсатымыз оқушыларға жақсылық жазудың маңыздылығын түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығын ашу екен. Балалар, бүгін біздің өтетін құндылығымыз қандай екен? Сүйіспеншілік. Енді қарайық бала, дәйек сөзді ойлайықшы. Дүниені түзеткің келсе, әуелі өзің түзел дейді. Қандай мағына біледі? Кім біледі? Дүниені түзеткің келсе, әуелі өзің түзел деген. Алайда ғой, дауысын шығар. Дүниені түзеткің келсе, әуелі өзің деген мағынасы дүниені түзеткің келсе деген өзінің қателігіңді түзету, ал әуелі өзің түзел деген өзің ақылды тәртіпті болу керек. Жарайсың, керемет. Өйткені маңызды дұрыс айтты. Адам дүниені түзеткің келсе, бір әуелі өзің түзел. Өйткені балалар біз қандаймыз, өзімізді қалай көреміз? Мен айтамын, үнемі қалай көру керек екен? Жақсы көруіміз керек. Егер сен өзіңді жақсы көрсең, айналадағы адамдардың барлығы қалай көреді сені? Жақсы көреді. Жарайды, жақсы. Енді балалар, бұл дәйек сөздің мағынасы дүниені түзеткің келсе, әуелі өзің түзел деп Мансұр айтқандай, адам ең бірінші өзінің дене бітімін, мінезін, әдептілігін, адамдарға деген сүйіспеншілігін жақсы қалыптастыру қажет екен. Жарайсыздар. Олай болса балалар, түгел келесі кетейік. Бір сәт барлығымыз экранға назар аударайық.
түгел қараймыз. Жәнібек пен Азамат деген екі дос Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлемге келісе алмай ерегесіп қалды. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жіберді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемеді. Бірақ құм бетіне Азамат бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Bir ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек, алғашқы сынды құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат, бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешіріп желі суырып, оны өлшеп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Балалар, бұл жерде не түсініңіздер? Жәнібек пен Азамат туралы айтылған. Солай ма, екі бала туралы? Иә? Екі бала туралы. Ал нағыз егер ал қарай суға түскен уақытта ал жақсы түсініп тұрмын. Енді бұл құмға не жазды? Досым итеріп жіберді. Неге құмға жазды? Оны иә, жел болса ол тегістеліп қалады. Ал жақсылығын қайда жазды? Тасқа жазды. Себеп неге? Өйткені адамның жақсылығы ешқашанда ұмытуға бола ма екен? Болмайды екен. Міне екі дос деген. Жарайсыздар. Келесіге кеттік. Баршамыз қараймыз алдымызға. Келесі шығармашылық тапсырма. Мен сіздерге әрқайсыңызға алдарыңызға беремін. Тек қана 30 секунд уақыт беремін. Тездетіп әр топ өзіміздің тапсырмамызды орындап шығамыз. Топпен жасаймыз, шуламаймыз. Топ білесің, қылшыныстар. Жаңа айтып қойдық, қалай отыруымыз керек екенін. Үшінші топ сіздерге тездетіп ішіндегі кез келген нәрсенің сурет саласы, ол адам болуы мүмкін, ол сурет кез келген шетіне сала беріңіздер өздеріңіз. Ағаш болуы мүмкін, не басын сала қойыңыздар тездетіп. Екінші топ сіздерге мына алдарыңызға мозаика бердім, тездетіп құрастыра қойыңыздар. Суретті тез қойып сүрелей қойыңыздар. Тез бол жұмыс істейміз, келіп қаса келе шуламай тез құрастыра. Сала берді, кез келген сурет алар ішінде, не болса да сала берді. Бірінші топ сіздерге тездетіп мынаған жаза қойыңыздар. Әңгіме құрай қойыңыздар. Өзің бір ауыз сөзбен. Тездетесің, шетіне жаза бер, кез келген шетіне жаза бер, сен жаза бер, өшіңді жаза бер. Топпен бол, тез бол. Вот сіздер жаза бер. Тез, не көріп сал? Жарайсың. Сен қоқтай салда бояп тастырады. Жарайсың. Тез, уақытыңыз бол. Бол, тез. Шылмай, шәйді, балар. Дұрыс қой, дауытқан. Иә, дұрыс. Иә, дұрыс. Мынаны кімдікі дұрыс болсайды. Дұрыс. Крелемей қоя ғой, осылай болды. Крелемей қоя ғой. Келесің, башы ажан қоя бердің. Басы. Тез қоя ғой, қалған. Келесі қайда? Жоқ, қара, мұқият қара. Бәрі жер мүмкін. Анжеле бір сурет қалып қойдан қараңды. Қандай сурет шықты сіздерде? Айта қош маған? Отбасы. Кімдер бұл жерде? Әжесі кімдермен? Немерелермен. Естеп жүр әжесі немересі әжесіне? Көмек? Не алып келді? Су алып келді. Жарайсыңдар. Екінші топ қол соғамыз өзімізге. Бірінші топ жарайсыңдар. Керемет. Кеттік. Суретіміз айта қояйық. Бірінші топ. Айта қойыңдар. Нені суреті? Қандай сурет білген екен сіздерге? Айта қойыңдар. Қандай сурет мынау? Кімдер? Балалар не істеп жатыр? Кіммен кім балаға қояйық кездесіп? Айли мен Азамат не істеп жатыр? Сіздер не сурет саласыздар? Ағаштың сурет. Сіз балаңыз бірінші жалғаздар. Жарайсыңдар, бұл қол соғамыз үшін топқа. Өздері қол соғамыздар. Аяқта отырын аяқтайын жарайсыңдар. Бірінші топ қайсыңдар? Шығармашылықпен көрейік. Мұқырған азғандар.
қызға лақтыруға болмайды, ол ит адамның досы, жарайсың. Керемет, Даниялдікі. 3 дос итті таспен, мына балалар итке тас лақтырды дейді. Иә, дұрыс. Ахмет пен кім дедің? Мектептен келе жатып, олар нені көрді? Итті көрді. Жарайсыңдар, керемет, әркім өз ойын жасыздар. Қол соғамыз, бірінші өзімізге. Қолын соға ойынды тезетіп. Жарайсыңдар. Балалар, біздер шығармашылығына орындадық. Түгел бері қарай қойып, экранға қарай қойыңыздар. Қалғанын кейін жазып аламыз. Бері қарай қойыңыздар. Түгел қарай. Біз 3 тапсырма бердік. 3 тапсырманың үшеуін де сіздер. Маған ең ұнағаны 3-ші топ, 2-ші топтың тапсырмасы. Олар бірден құрастырды. Сосын Даниялдың айтқан құраған сөйлемі маған қатты ұнады. Жарайсыңдар. Келесіңдер тақырыпқа көшейік. Экранға қараймыз. Бірінші тапсырманы орындадық. Бүгінгі сабақта көбіміз бүгінгі сабаққа жақсы қатысып отырсыздар. Сондықтан да мен баршаңызға ризамын. Сондықтан да қазір мен сіздерге алдарыңызға әр топтан 1-2 оқушыға берейін. Мына жерде Даниял, сіз бүгінгі сабаққа қалай ұнады ма, ұнаған жоқ па секет ала қойыңыздар. Бағдаршамның балалар, неше көз бар еді бізде? 3 көзі. Ең жақсы деген жасыл. Бүгінгі сабақ ұнады дегенге одан кейін қалғандар асырылып болады. Даниял, сұрағыңыз кезген біреуіне. Әміржан бара ғой. Отыра қойыңыздар. Тез-тез оңдарыңыздар. Балалар, сіздерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнады. Өйткені біз керемет нәрселерді үйрендік. Адамның өз жақсы қасиеттері, солай ма? Олай болса балалар, сіздерге үлкен алғысымызды білдіремін. Және де балалар, бүгінгі сабақ осымен өз мәресіне жетті. Үйге берген тапсырманы осы суретті аяқтап келеміз үйге. Және де бүгінгі сабаққа баршаңызға үлкен алғыс білдіремін. Сабақ өз мәресіне жетті. Қош.